Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін бір история айтқым келіп тұр. Ол өз басымнан өткен. Мен қатты көңілім қалды. Және де ол адамға басқа нәрсеге ренжу емес. Ол осы телефондағы InShot программасына қатты көңілім қалды. Өйткені мен көптеген видеолар түсірем. Көптеген видеоларым, менің видео рецепттерім көбісі өшіп кетті. Өйткені мен InShot'та өңдеймін дағыны сохрань дегенді басып, сонымен процент жүреді 1-ден 100-ге дейін. Сол кезде уже бір 15 минуттан кейін, 20 минуттан кейін галереяға барып, барлық видеоларды өшіремін. Өйткені менің памятым толып қала береді, сондықтан толып қалмасын деп жаман видеоларды, жаман емес, өңделмеген видеолардың барлығын өшіремін. Өшіремін деген InShot'қа келсем, сол кез сохранить етілмеген, сонымен барлық видеом өшіп кетеді. Және де 4 менің видео рецептім жоғалып кетті, өйткені жоқ болып кеткен, өшіп қалған. Одан кейін қаншама видеоларым кетті, солай қатты ішім ашыды. Енді қаншама еңбек қой. Ладно деп ары қарай мен видео түсіруімді тоқтатпаймын. Және де осы видеодағы барлық тағамдардың рецептісі менің YouTube каналымда бар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, белсенді болып отырыңыздар. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Таңшолпан.